Әйелдер үшін бетті жабу шариғаттың да талабына жатпайды. Араб халқы оны күн мен құмнан қорғану үшін киіп жүрді. Қысқасы, дінді желеу етіп, бетті бүркемелеуге ешқандай негіз жоқ дейді имамдарымыз. Ал әлемнен айтсақ, Франция ниқабқа 15 жыл бұрын қатаң тыйым салған. Кейін Еуропаның көп елі қатарға қосылды. Орталық Азияда Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанда бет тұмшалауға болмайтын тиісті заңдар бар. Ал біздегі заң нормасы қалай орындалып жатыр? Құралай Жұмахан айтып берсін. Қоғамдық орындарда ниқаб киюге, балаклава, медициналық мақсаттан тыс маска тағуға, яғни бет ауызды тұмшалап жүруге болмайтыны белгілі. Оған тыйым салатын заң мемлекет басшысының тапсырмасымен былтыр қабылданған. Адамның жүзін анық көруге кедергі келтіретін киім үлгісін кию заң талабын бұзу деп есептеледі. Тіпті ол үшін жазада қарастырылған. Қазір егерде қаланың ішінде қай жерде болсын байқасаңыздар, бет аузын жасырып қара киім кигендердің саны, көлемі, мөлшері азайды. Себебі заң нормасы қазір жүзеге аса бастады. Оны тиісті мемлекеттік құзыретті органдар бақылауға алды. Қазір онлайн режимдегі идеологияға айналып бара жатқан теріс діни ағымдарға қарсы елдің салтын, дәстүрін, ұлттық мүддесі мен мұрасын сақтау тұрғысында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мамандар бетін бүркеп, тек көзін ғана көрсететін жамылғы ниқаптың араб елдерінен келгенін айтады. Ол жақта күн ыстық әрі құмды жел соғатындықтан жергілікті жұрт терісі бұзылмау үшін бетін жауып жүреді. Қара жамылу қазаққа жат дүние. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бет ауызды тұмшалау дінімізде де құпталмайды дейді. Ниқаб шариғатымыздың талабы емес. Тіпті Ханафи мазхабында ол ниқаб таралмаған. Ондай ниқаб тағып өзін ерекшелеу дінімізде құпталмайды деп те ғалымдарымыз айтады. Заңды ескере отырып, солған сай амал жасауға үндейміз адамдарды. Сондықтан бұл діннің талабы болмағандықтан қоғамдық орындарда қауіпсіздік үшін беттерін ашып жүрген дұрыс болады.